Ассалаумағалейкум ардақты Алаш жұрты, қадірменді қазақ елі, назарларыңызда Маңғыстау облыстық ғылыми-әдістемелік кино және мәдени қызмет көрсету орталығы ұйымдастырып отырған онлайн концерт. Ендеше бүгінгі сіздерге 1 сағат бойы өнер көрсететін талантты ұлдарыңызбен таныс болыңыздар. Республикаға танымал дәстүрлі әнші, бірнеше республикалық дәстүрлі әншілер арасындағы конкурстардың гран-при иегері Маңғыстаудың Нұрым Асқанов дейтін азаматымен бүгін 1 сағат сұхбат құратын боламыз. Ендеше Нұрым, студияға қош келдің. Алдымен саған жарнама жасаудың қажеттілігі жоқ шығар, бірақ қазіргі кезде осы домбыраны тыңдамайтын, домбырашыны көп елей бермейтін, екінші сорттағы адамға қосатын қазақтар көбейіп кеткендіктен өзің туралы кішкентай анықтама айтып жібер. Танымайтын кісілер үшін, енді тек дауысыңды біліп, түріңді білмейтін адамдар үшін де керек болып қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңнің қысқаша туған күніңнен күні бүгінге дейінгі аралықта өмірбаяныңды айтып жіберсең, содан кейін ары қарай әнді төгеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым, көрермендер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Енді мен осы Маңғыстау облысы Ақтау қаласында 1991 жылы дүниеге келгем. 6-7 жасымнан бастап домбырада ойнаймын, басында күй тарттым, одан кейін ағам күй тартатын үйде. Содан үйреніп, ары қарай осы қазіргі отырған орталықта Өсербай деген өзімнің ұстазым алғашқы, сол кісіден терме үйреніп бастадым. Жалпы өнер жолға келуім сол жыр терме үйренуден басталды. Үлкен өнерге. 11-ші сыныптан кейін енді Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына 2 жылдық дайындық курсына түстім. Себебі колледжді бітірмеген, мен колледжде оқыған жоқпын. Мектепте 13-ші гимназияда оқыдым. Ол жерде сабаққа қарай, яғни технический сабақтарға өзім бейім болдым. Содан 11-ші сыныптан кейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына түсіп, 2 жыл дайындық курсын оқып, содан кейін 4 жыл бакалавриат, сосын 2 жылдық магистратура бітірдім. Алматыда жүрген кезде мұрагер өнер орталығын өзімнің кішігірім сабақ үйрететін сондай орталықты аштым. Қазір ол орталық әлі жұмыс жасап жатыр. Осы жақын арада 2-ші нүктеміз ашылды Алматы қаласында. Өзім Ақтауда болғаннан кейін Алматыда сол өзімнің серіктестерім сол мұрагермен жұмыс жасап жатыр. Енді ол мұрагерді ашқан себебіміз болашақта сол мұрагерді пайдаланып отырып, осындай өнерге деген үлкен бір жаңалықтарды алып келсек, сол жобамен, сол оймен ашылған болатын басында. Енді сол нәрсеге жайлап келе жатырмыз. Болашақта енді осы Маңғыстау облысында да ашу ойымызда бар. Қазіргі таңда енді Ақтау қаласында тұрамын. 1-2 жылдай болды, үйлендім. Қызметте жоқпын дейсің ғой? Қызметте, бірақ енді мемлекеттік жұмыста әзірге жоқпын. Бірақ енді осы 2-3 ай көлемінде, егерде осы індеттен құтылып барлығы жақсы болатын болса, осы филармонияға жұмысқа тұрамын деген ойым бар. Іске сәт, енді осы бізге саған дейін 9 рет сұхбат жасағанбыз, яғни 9 сағат концерт қойдық. Енді соның барлығында айтады, біз ән тыңдайық, сөзді қысқартыңдар, ән тыңдайды отырық деп айтады. Сондықтан енді сірайым ауылда тұратын қазақ қой, домбыраның көбін жақсы көретін. Немесе ауылдан көшіп келгендер деген сияқты. Сондықтан сонау алыстан көріп отырған көрермендер, сосын енді әсіресе біздің әлеуметтік желідегі белсенді көрермендеріміз мұнайшылар. Осы біз Қаражанбаста 1 ай жұмысқа кетіп едік, Жетібайға 1 ай жұмысқа кетіп едік деген сияқты осы мұнайшылар сәлем жолдап жатады. Сондықтан біз бірден жазбай тұрса да, жазбай тұрғанның өзінде де бірден мұнайшы көрермендерімізге жалынды сәлем айтып қояйық. Оразаларыңыз ұстанған қабыл болсын барша мұсылмандар. Ал бірден 2 әнді өзің хабарлап, кімнің қай әнін? Енді мен өзім Батыс дәстүрлі ән мектебінде оқығаннан кейін осы біздің Батыс дәстүрлі ән мектебінің 50%-ын біздің халық әндері құрайды. Сол халық әндерінен 1-2 ән орындап берейін. Бірінші мынау халық әні Ақсұңқар деген ән, құлақтарыңызда жүрген әндер. Қабылыңыздар.
осылай меді базарлымның несіне сөйлер сөздің ақау іркілейін тұсынау кез келген соң дариға ажарлымның сұңқар неге қонбайсың дариға жайған тұрғай қарағым айналайын қасың керек мал болсалар едім бәсің берек мен саған басып айлың ақау бол демеймін жүрсей шау біраз қандай дариға қасы берем сұңқар неге қонбайсың дариға жайған тұрғай келесі халық әні ыңғай ау деген әнді орындап берейін. айдын көлдің ақ жүзің ажарындай аңғай өзіңде біл шау жұбай күндіз түні үйіңнен ат кетпейді орынбор мен текенің базарындай аңғай өзіңде біл шау жұбай шыққанда ауылдан бесінен алмам ойын ақсұрат есіне аңғай өзіңде біл шау жұбай сенесімеу түскенде беу қарағым бір жадырып көңілім шешіне аңғай өзіңде біл шау жұбай ай бәрекелді, үлкен рахмет. Сіздердің алдарыңызда республикаға танымал дәстүрлі әнші Нұрым Асқанов әнші қалып отырғандығын хабарлаймыз. Және сонымен бірге тікелей эфирде тамашалап отқан көрермендер, мынау эфирге шыға алмай отқан көрермендерге хабарлап жіберіңіздер. Facebook әлеуметтік желісі арқылы Маңғыстау халық шығармашылығы парақшасы бойынша және Instagram әлеуметтік желісі арқылы Ақтау ОНМЦ парақшасы бойынша тікелей эфирде бізді бір сағат бойы тамашалай алатындығын хабарлап қояйық. Енді Нұрым, ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Осы әйтеуір қатысқан байқауының бәрінен бас жүлде алып жатқанды естиміз. Атырауда, болмаса Жетіқайқының конкурсында, тағы басқа деген сияқты әр жерлерде. Жалпы қатысып бір орын алмай қалған кездерің болды ма? Егер орын алмай қалсаң, қандай сабақ болады? Әрине енді барлық конкурстардан бас жүлде алған жоқпын. Енді бақ шабама, бап шабама дейді ғой. Әр конкурста әртүрлі орындайсың ғой. Енді көңіл күйіңе байланысты, немесе жаңағындай әртүрлі факторлар бар қазіргі уақытта. Екінші орын алған кездерде болды. Енді осы 25-тен жоғары уақытта бірінші орынмен сол бас жүлде 2 орынды алып келдім осы күнге дейін. Оған дейін енді көптеген конкурстарда 2-ші орын болды, 3-ші орын болды. Енді қандай сабақ болғанда, енді әр конкурстан орын ала алмай қалатын болсақ, немесе 2-ші орын, 3-ші орын алсақ, келесі
сол сайыстың келесі тағы да бөлімін күтеміз, яғни келесіде қалай да бас жүлде алуға дайындаламын. Келесіде алдыңғы орындардың қатарында болғым келіп, соған дайындық үстінде намыстанып деген сияқты. Пайдасы сода болатын шығар енді. Енді тағы бір 2 ән орындайық бірден. Егер мүмкіндігің жетіп жатса 3 ән орындасаң болады жалпы. Содан кейін ары қарай тағы да сыр сұхбатымызды жалғастырамыз. Енді Адайдың Жеті қайғысының әндері бар, халық әндері бар, Жетісу мектебі, Арқаның мектебі бар. Енді әр жақтан да салаласын ғой. Ұлттық консерваторияны бітіргеннен кейін жалпы өзің таңдауың білсін. 1-2 әнді бірден орындап жіберейік. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп отырған Нұрым Асқан. Жақсылық жоғаяу ешбір арам атартаң сол жаманға шығар күн жоқ келгендеу сөйлер сөзге айдай уақай кетер қырына жігіттер тіршілікте күліп ойнамен кепіл өткен жастық айдай уақай келмесін Ай бәрекелді, жұп болсын, мұхит мералынан салып атсы, енді Қарекеңнен де салып болсын, Ақжайықты бір айналып келейік. Содан кейін де мынау әлеуметтік желілер арқылы келіп атқан сұрақтар, ұсыныс пікірлер бар екен. Мен оқып жіберейін деп отырмын. Айын Хабибулла Адайдың жырынан 1-2 қайырса дейді. Енді дәстүрлі әншіде қауарлағаннан кейін 1-2 жырда сұрап жатыр. Одан кейін Гүлшат Сәрсенбаева деген біздің тұрақты көрерменіміз, үлкен рахмет. Күліке Нұрымның орындауында тыңдай бергім келеді, осы кешті асыға күттік дейді. Қайрат Какимов деген ағамыз Атыраудан сәттілік Нұрым бауырым деп жатыр екен. Қайрат аға, сізге де үлкен рахмет. Атыраудың батыстың үлкен дәстүрлік ән мектебін көтеріп келе жатқан үлкен қайраткерсіз ғой. Сізге де табыс тілейміз, шәкірттеріңіз өзіңізден өссін деген тілек айтамыз. Енді және Нұрым ары қарай жалғастыра берсең болады. Тағы 1-2 ән. Қандай ән айтайын деп жатқаныңды, авторы кім екенін хабарлап айтып жіберсең болады. Енді жаңа Қайрат Какимов деп отырмыз ғой. Ол менің ұстазым. Осы практика жүзінде осы менің көп сабақ берген, осы кісіден көп деген білім алып, үлкен алғысымды айтамын сол кісіге. Сол кісінің арқасында көптеген конкурстарға қатысып, көптеген жалпы өнерге басқа көзқараспен қарай бастадым. Енді жаңа өзіңіз сұрап жатқандай, Ғарифолла Құрманғалиев атамыздан Нұржамал деген әнді орындап берейін.
бір хабар. 3 жыл өтті ойымдай, біле алмай болдымдай. Жауап тосып өзіңнен әлі үйленбей жүрмін мен. Мезгіл өтіп барады, айып тоған ау, жалғыз сен ай, жалғыз сен. Жалғыз сені ұнатам, неге сәулемнен байсың, жанымды қалай жұбатам, жүрегің жоқ па қандайсың. Жауап тосып өзіңнен әлі үйленбей жүрмін мен. Мезгіл өтіп барады, айып тоған ау, жалғыз сен ай, жалғыз сен. Ұмытсам деп сені мен, көрсем де болам көрмеген. Келбетің сенің әрқашан тұрады кетпей көзімнен. Жауап тосып өзіңнен әлі үйленбей жүрмін мен. Мезгіл өтіп барады, айып тоған ау, жалғыз сен ай, жалғыз сен. Ой, бәрекелді. Енді осы нұрым шығат дегеннен бастап менің парақшама жеке шығып жатқан адамдардың ұсынысы Аманғалидың әні деген ән бар екен. Себекте Аманғали аталамын деп басталама, сондай бір ән бар еді. Сол әнді орындаса екен деген бар. Сосын жадау көкті орындаса екен деген сұрақтар келіп жатыр. Енді оны өзің репертуарыңа қарай, біртіндеп кезегіне қарай, бұрауыңның домбыраның бұрауының түсуіне қарай, ретіне қарай айта бересің ғой. Дегенмен хабарлап қосымша айтып атқам. Сосын енді сенің орындауыңда көп адам осы екі жиренді сұрайды. Енді осы әндер міндетті түрде айтылады деген ойдамын алдағы уақытта. Жалпы енді қазіргі кездегі дәстүрлі әннің дәріптелу дәрежесі қандай өзің ойыңша? Дәстүрлі әнші ретінде жалпы домбыраны дәріптеуге көңілің тола ма деген бір сұрақ қояйыншы осы. Енді дәстүрлі өнерді дәріптеу деген осы тәуелсіздікті алғаннан бері сол сөз қозғалып келе жатыр ғой әлі күнге дейін. Енді рухани жаңғырудың аясында көптеген концерттер, конкурстар болып жатыр. Дегенмен де қазіргі уақытта мына жас буынға, жас буын деп отырғанымыз осы 20 жастан жоғары жастарға осы шаруамен көбірек айналысу керек деп ойлаймын. Яғни қазіргі замандағы жаңа технологиялық құрылғыларды көп пайдаланып, осындай сияқты Instagram, Facebook, YouTube сияқты осындай құрылғыларды пайдаланып көбірек дәріптеу керек. Өзімнің де көптеген ойларым бар. Конкурс ұйымдастыру, мына батыс дәстүрлі ән мектебінің ішінде көптеп болмай жатқан нәрселер әлі, шықпай жатқан нәрселер бар. Соның барлығын бір жүйеге топтастырып, әрине оның барлығына уақыт керек, күш керек, қаражат керек деген сияқты. Сол үшін дәстүрлі әннің дәріптелуі менің ойымша күйге қарағанда аздау болып тұр қазіргі заманда. Басқаша бір көзқарас, басқа форматпен келу керек. Енді ол күнде болатын шығар, дәстүрлі ән жақсы дәріптеліп, Қазақстан ұлттық арнасында мен қазақпын деген тамаша мега жоба жақсы келатыр еді. Бірақ өкінішке орай ғұмыры қысқа бағдарлама болды, 2-ақ рет өтті де, одан кейін жабылып қалды. Сол сияқты. Бұрында жаңа сөзіңізді бөлейін, жаңа Әлимарт дейтін конкурста болды, осы бір рет тек қана болды. Содан кейін жабылып қалды. Енді ол әртүрлі факторларға байланысты, мүмкін жаңа қаражат жағы бөлінбей қалған шығар. Бізде енді осы жабылу керек бағдарламалар жабылмайды да. Жабылмау керек бағдарламалар тез жабылып қалып тұр ғой. Сондықтан мынау бізді көріп отырған көрермендердің ішінде көзі қарақты ағаларымыз болса, дәстүрлі әнді, күйді, жыр термені, айтысты қолдауларыңызды сұраймын деп қояйын, бір кішкентай ұсыныс. Және енді екінші, мен енді осы үнемі концерт ұйымдастырып жүремін, жалпы осы мәдениет қасында жүремін, өзімнің өнерге қатысым жоқ болса да. Сондықтан менің көрермендерім көбіне осы домбыра, жыр, термен тыңдайтындар. Олар айтады бізге, осы Бердіхан баламды мектепке баратын еді, домбыра сатып алып берші,
домбыраны қайдан алам, болмаса жаңағы Астанадан бір қонақ келіп жатыр еді, бір қымбат домбыра керек еді деген сияқты маған сұрақ қояды. Мен бір сонымен айналысатын адам болсам. Міне енді көрермендер, кімде кім мынау ең арзаны 30-40 мың теңгеден бастап миллион, 2 миллион теңгеге дейінгі аралықтағы домбыраға тапсырыс бергілеріңіз келсе, міне осы домбыраның құлағында ойнайтын, сол домбыраны жасатып, сол домбыраны қолжетімді бағаға дейін түсіріп, сонымен шұғылданып, сіздің үйіңізге дейін апарып беруге мүмкіндігі бар. Мұрагер өнер орталығының директоры біздің алдымызда отыр. Сондықтан енді осы домбыра жасау мен домбыраны халыққа жеткізуге байланысты бір азғантай ақпарат беріп кетсең. Қандай домбыралар бар, қаншаға аламыз, қайдан аламыз, осы сұрақтарға байланысты. Осы бір көрермендердің көкейінде жүрген сұрақ. Үнемі маған қояды, мен енді ана Алматыға жіберем, я басқа жаққа жіберетінен, бүгін енді өзің келіп отқаннан кейін осы жерден пайдаланып қалайық. Енді қандай домбыраны айтпас бұрын жаңағы бұл жалпы мұрагер өнер орталығы деп отырмыз ғой. Жаңағы мен осы мұрагерді ашқан себебіміз осындай бір үлкен бір жоба болса екен деген ойымыз болды. Яғни сол өнерді қамтитын, өнердің айналасында, дәстүрлі өнердің айналасында болып жатқан нәрселердің барлығын қамтитын бір сондай бір жүйе ойластырсақ, қалыптастырсақ болашақта деген оймен болған нәрсе. Біріншіден жаңағы өнер орталығымыз ашылған болатын болса, кейінірек біздің жаңағы шеберханамыз өзіміздің кішігірім ашылды. Енді ол Алматы қаласындағы кішігірім былай айтқанда шеберхана. Бірақ дегенмен де енді мен өзім өнердің адам болғаннан кейін осы күйдің домбырасы бар, әннің домбырасы бар. Мысалы кейбір адамдар күйдің домбырасын сұрайды, әннің домбырасын сұрайды, әннің домбырасы қандай болу керек деген сияқты сондай сұрақтарға жауап беремін. Сосын домбыраны сол адамның қабілетіне байланысты қыз бала екеніне бөліп сөйтіп таңдап береміз. Енді домбыралардың бізге енді қазір Ақтау қаласынан алуға мүмкіндік бар ғой, Ақтау қаласында қазір бізде Маңғыстау сауда орталығында мұрагер дүкені ашылды. Осы анықтап айтып кетейін, енді біз мына дәстүрлі әншілер көп саудаға жоқ боламыз ғой, сондықтан кішкене айта алмай отырайын. Құрметті көрермендер, Ақтау қаласындағы Маңғыстау сауда орталығының бірінші қабатында, екінші қабат. Нөлевой этажда. Төменгі 0-ші этаж қабатында мұрагер дүкені бар. Сол жерден қалаған домбыраңызды алуға болады, сіздерді Нұрмасхан күтеді. Енді ары қарай осы қазақты қасиетті домбырасынан тағы да 1-2 ән төгілтейік. Енді ауылға оралсақ қайтады, Жетіқайқыдан, болмаса Аманғалидан жібересің бе? Ақжайықтан Атыраумен айналып, осы Қарайға құлашаш бері қарай. Енді мынау Маңғыстаудан Қайып атамыздың Жадау көгін орындап берейін, жаңа сұрап жатқан ағапаларымызға.
нахау кергай мініп кергай мініп алтын басты ақтығай ергай мініп жадау көк қайтейін қалқам амал жоқ өлі айырылмай бөбектен тірі айырылып одан жақсы еді ғой қалғаным оу жерге кіріп жадау көк қайтейін қалқам амал жоқ жадау көк қайтейін бөбек амал жоқ. Ой, бәрекелді. Енді Айгүл Елшібаева 01 дейді. Кәдімгі атақты Айгүл Елшібаева деймін жазып атқан емес, но мынандай лайктер салып қойды, жүрекше, көзінде жүрекшесі бар, смайликтер салған екен. Енді Айгүл Елшібаева апамызға да үлкен рахмет. Осы қазақтың керемет талантты қыздарының бірі. Айгүл апамыз енді мені танымауы мүмкін, бірақ сені анық таниды ғой, сондықтан біз жалын сәлем айтамыз және Айгүл апамызға творчестволық табыс тілейміз. Серік Сариев деген ағамыз, Жұғырға би мектебінің негізін қалаушы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Серік Сариев ағамызда ду қол шапалақ деп смайликтер салып жатыр екен. Және Гүлчат Сәрсенбаев апамыз тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіз бар ма деген сұрақ қойған екен. Шәкірттеріңіз бар ма, тәрбиелеп жатқан дейді. Қазір енді бәрін бір атада бірге оқып кетейін. Әзімхан Адай, Әзімхан Баймағамбет дейтін дәстүрлі әнші, өзіңнің әріптесің, досың, ой сау бол бауырым, нұрым дейді. Тілекші болып жатыр екен. Және Гүлчат апамыз Сәрсенбаева, дұрыс домбыра табу қиындау болып жүреді, керемет орындамасақ та әу демейтін қазақ жоқ деп, және әр қазақтың төрінде домбыра ілулі тұрғанға не жетсін. Бердіхан інім көп рахмет, қайдан сатып алуға болатынына бақыт бергенің үшін дейді. Міне бірден бір клиент тауылып жатыр. Рахмет. Сол ғой, енді біз осы дәстүрлі нәрселерді, қазаққа болсын деген нәрселерді ғана жарнамасын жеткізейік. Енді қалған нәрселердің жарнамасы біз айтпасақ та жетіп жатыр ғой енді. Сондықтан енді мынау сұраққа жауап беріп жіберіп, тағы бір екі ән орындауыңды сұраймын. Тәрбиелеп жатқан шәкірттерің бар ма дейді. Енді өкінішке орай, жаңа мемлекеттік жұмыстар жасамағаннан кейін мен бір сол былай айтқанда кемшілік, сол тікелей осылай тәрбиелеп жатқан шәкірттерім жоқ. Енді болашақта әрине болады деген үміттемін. Бірақ енді Қазақстанның осы батыс қалаларының ішінде Ақтөбе, Атырау, Ақтау қалаларында, ауылды аймақтарда көп жаңағы әнді қалай айту жағын сұрайтын жастар көп. Соларға енді өзім шамам келгенше. Тікелей шәкірт болмаса да, бірақ әлеуметтік желілер арқылы, WhatsApp арқылы, видео арқылы, телефон арқылы сұрап алатын, бағыт-бағдар беретін балдар бар дейсің. Енді тағы бір екі ән, Алла қаласа, бір жақсы әндерден орындайық. Сіздердің алдарыңызда бізге 1 сағат бойы өнер көрсететін Нұрым Асқанов. Олай болса жаңағы Арқа өңірінен, өзіміздің Сарыарқа өңірінен екі жереннің екінші түрін орындап көрейін. Ол да енді осы жақын арада шыққан ән өзімнің репертуарымда. Енді мынау біз конкурста да көрермен болып барамыз ғой, сол кезде басқа мектептің өкілдері келіп, Жетіқайқының әндерін айтып жатқан кезде айтады, енді біз бұл мектептің өкілі емес, біз азды кеп көпті кемшіліктер кетіп жатса кешірім сұрайық деп жатады ғой. Сол айтқан Арқаның кәдімгі дәстүрлі әнші мектебінің көрнекті өкілдерінің алдынан кешірім сұрақ қояйық дегенмен біз маңғыстауский вариантын айтып көрейік.
айдаймын. Аулыңай барушы едім, аудалау менен. Түскендеу сен есіме, сағынып сарғаямын, ау санау менен. Екі ауыз жирен жалыны түйген, жалғандау ғашығымсың, ай жаным сүйген. Ғизатлы хат жазамын, еркем саған, самарқау осы күнде, ау көңілім шабан. Мұқаллақ екі дүние, біріндай жоқ, дәриғай осы менен, ау өтті заман, екі ауыз жирен жалыны түйген, жалғандау ғашығымсың, ай жаным сүйген. Енді тағы да қоятын сұрақтарыңыз, ұсыныс пікір, сын ескертпелеріңіз, бата тілектеріңіз болса, біздің әлеуметтік желілер арқылы қоюға болады. Және бұрауын түсіріп болғанға дейін Айгүл Құбаш, гитарамен айтатын қызымыз бар, Айгүл Құбаш деген атақты Күріш Тасболатовтың қызы деп қояйын. Жетібайдан, Қарақия ауданынан жалынды сәлем айтып жатыр екен. Бөлек депті ғой, бөлек. Бөлексің деп жатыр, басқасың деп, профессионал деп жатыр. Ал керек болса, Айгүл сәлем айтып жатыр. Римма Қайырғалиқызы Атабаева керемет деп қол соғып жатыр екен. Және Жүсіпбек Шапаума, енді ағылшынша оқымаған, біздер ауылда өскен, кейбір әріптер түсінбей жатыр. Шапай ма екен, танисың ғой? Мен нағашыларым ғой. Жарайсың Нұреке дейді, ал нағашыларға жалын сәлем. Және Қайрат Какимов, Бердіхан бауырым, саған мың алғыс, ұлтқа қызмет жасайтын сендей азаматтар аман болсын, Алла жар болсын дейді. Қайрат ағамызға Атырауға жалынды сәлем. Сізге де үлкен рахмет. Біздің бүгінен жалпы Нұрым келет дегенге дейін де сұрақ көп болған. Келгеннен кейін де
көрермендеріміздің өзінің атынан ат үркетін азаматтар екен. Енді Айгүл Елшібаева, Серік Сариев, Қайрат Кәкимов, үлкен Айгүл Құбашева, мынау кітапханадан білім саласының адамдары сұрақ қойып жатыр. Нағашыларымды айтпағанның өзінде. Одан кейін енді біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Түзел Нұрбатырова деген жеңгеміз бар еді. Ол кісі бүгін жетіп көрінбей жатыр. Аузы шарға дайындалып жатыр жаман. Енді тағы бір екен, Қайрат ағамыздың құрметіне сол ауылдан, сол мектептен бір салып жіберсең де болады. Қайрекең де жалын сәлем айтып жатыр. Сізге де үлкен рахмет, Қайрат аға. Сіз сияқты елдің азаматтары көп болсын. Олай болса, мынау Мұхит атамыздан тағы да бір ән орындап берейін. Мұхиттың Зәуреш деген әні бар. Сол әнді салып берейін. Бұл әннің кішігірім тарихы, Медет деген ағамыздың 30 ұлы болған десет. Бір жылдары елге індет келіп, сол 30 ұлы бірдей өледі. Содан Зәуреш деген тек қана бір қызы қалады. Медет жаңағы атамыз іс сапармен Орынборға барып келсе, Зәуреш те өмірден өтіп кеткен екен дейді. Шошайып тұрған мазарына барып, қатты күңіренген екен дейді. Соны Мұхит атамыз көріп, Зәуреш әніне салған екен. қалған 30 жылдан едің Зәуреш, бір өс бұйырмадың топырағым. Мынау енді әлеуметтік желілер толастар емес, және кілең қазақтың марғас азаматтары, азаматшылар қайта-қайта жазып жатыр екен. Енді мынау Қайрат ағамыздың шәкірттері де жаудырып жатыр. Сенің достарың Атыраудан, Жылойдан, Атырау қаласынан, тіпті Астанадан, Нұрсұлтан қалаларынан келіп жатыр. Жанар Сәрсенов Бақытбек бауырымыз. Сәрсенов Бақытбек танисың ғой енді. Ассалаумағалейкум Бердіхан, тамаша концерт өтіп жатыр. Нұрым бауырым сау бол, әндерің балаусадай балқытып, құйқылжытып қалықтата бер дейді. Бақытжан Бақытбек Сәрсеновке үлкен сәлем айтамыз. Және Жанаргүл Сәркенова, Нұрым кәсіби ізденімпаз әнші, даусың қарлықпасын, әрқашан жолың ақ болсын, творчестволық табыс тілейміз. Танисың ба? Әрине, Жанаргүлді. Жанаргүл Сәркенова. Дәстүрлі әнші ме? Біз Құрманғазы атында Қазақ ұлттық консерваториясында бірге бір курс менен жоғары оқыған. Әзімханмен бірге оқыған. Атыраудың тумасы ма? Иә, Атырау. Бәрекелді. Енді Жанаргүл ханым танымай қалғаныма кешірім сұраймын. Бірақ біз Индерден болады. Сіздерді Табыл ағамыздың туған жеріне жалынды сәлем. Индердің дәстүрлі әншілер жасай берсін.
Және сонымен бірге Сауыт Бибігүл Сағиқызы, Қазақстан Республикасының президент оркестрінің әншісі, дәстүрлі әнші, менің құрдасым, досым Бибігүл Сауытова Нұрым әнін қалықтай берсін деп жатыр. Ол Нұрсұлтан қаласынан. Назарбек Сұлтанұлы Қадыр, Бердіхан Тәңір жарылғасын, еңбегің өшпесін, Нұрымға тек талмас шабыт тілейміз, тіл көзден аман болғай, мүмкін болса айнам көзге бір салса дейді. Бүгін бейнеуден Назарбек Сұлтанұлы Қадыр бауырымыз, ағамыз, әкеміз сәлем айтып жатыр екен. Енді ол кісінің айтқан міндеттерді орындаймыз дегенмен, бірақ дайындалып қойған әнді айта бер, содан кейін айнам көзге саламыз ғана. Міндетті түрде тікелей эфирде біз 1 сағат емес, осы 1 сағат жарым қыламыз ау деймін, себебі күндегідей емес, бізде көрермендер де көп, және анау мынау адам емес, кәдімгі кілең елге белгілі тұлғалар сұрап жатыр, сондықтан халық қаласа қан түйесін сояды деген. Ал Нұрымжан, бүгін сенің шабатын күнің. Келесен онда Жетайғыдан бір ән айтайық. Досат Бәйменбетұлы атамыздан Бос мойынды орындап берейін. Айтабар барсаң сәлемі бос мойынға, бос болса келіп кетсін осы ойынға. Батшай белден салған құс төсек бар, жатады қандай жігіт сол ойынға. Үйретші домбыраның күйін маған, көрсетші сұлу қыздың үйін маған. 18-25-тің арасында талайдың дәмін таттығай бұйырмаған. Көк жарға бір барғандан ай жатармыз, самаурын саздың суына қайнатармыз. Осыдан аман есен елге жетсем, көздерін қылаңдардың жайнатармыз. Айнамгөз соңына қалар екен. Айнамгөз Аманғали деп жатыр ғой халық. Аманғалиді орындап берейін онда. Аманғалидың әні деген бар, және монологы дейтін бар. Мен әнін орындап берейін. Қолымда бір қамшы бар, сәліңгірде атандым елге тентек кәдімгідей. Бір тентек ел ішінде жүрмей мекен.
ау неге түстің бәрің бірдей мен өзім аман қалай ата-анамын ай байлардан таңдап ата аламын ай кешегі-ау көрген төсім ырас болса басында туар айдың шаталамын Ой, бәрекелді. Енді айнам көзді сәл соңғы жағынан салам деп жатсың. Оған дейін жылой деген әнді айтса екен деп жатыр. Нұржамал әнін айтсаңыз деп жатыр. Енді Нұржамал әнін сұрап отырған Роза Ерниязова сізге айтып кетейік. Жаңағына Нұржамал әнін салдық. Сондықтан біздің YouTube каналымызға тіркелсеңіз міндетті түрде тыңдайтын боласыз. Бірақ біз таңға дейін монтаждап үлгерсек, ертең таңға дейін осы концерт салатын боламыз. Енді оған дейін Шанов 111 ассалаумағалейкум ағайындар қашан басталды дейді. Жаңа қосылып жатқан көрермен болу керек. Және Талғат Салқынов ай бәрекелді шап бала дейді. О, шетпеден Талғат ағамыз кәдімгі осы жыр терменің дәстүрлі әннің жанкүйері. Бертқан халықты ән жырмен сусындатып отырғаның рахмет, еңбегің жана берсін депті. Бейбігүл досым, Бейбігүл саған да үлкен рахмет. Осы шырқа дегенде шырқап, айт дегенде айтып, елдің ерке қыз болып жүре бер. Саған да творчестволық табыс тілейміз. Енді мынау Бақытбек, Бейбігүл, жаңағы бәрі осы Атыраудан жалын сәлем айтып жатыр. Қайрат ағамыздан бастап. Соттан бір жылойды салса қалай болады? Кең жылой десе керіліп, келеді көзге құнаннар деп Амандық атамыз жырлағандай. Кең жылойға бір барып қайтсақ қайтеді. Онда мынау жылой деген ән халық әні болып есептеледі. Енді жылойдың көптеген нұсқалары бар. Мынау Гәкку сияқты циклді ән болғаннан кейін сол жаңағы Қайрат Кәкімов, Сәуле Жанпейісова, Күріш Тасболатов атамыз, осы жақын арада Әсет Ағаниязовтың бір нұсқасын естідім. Әртүрлі нұсқалар бар. Өзіміздің құлағымызда жүрген бір нұсқасын орындап берейін. Жылой деген халық әні. Біздің елдің жайлаған жер белдеуге кер тұратты аяқау байлаған жер көлім көз оймақ ауыз қиғашқаспен мезгілсіз таң атқанша ойнаған жер жылойдан таң қаларсың ақай қызын көрсең атыңнан түскен қайта міне алмассың еркемнің судан қайтқан ақай ізін көрсең сонадайдан қамыс көлем жаманмен бір жүргендай намыс көрдім есімнен кетер емес бір отырып
өзіңмен таң атқанша ахай шай ішкенім ай. Ал енді біздің уақытта жақындап келе жатыр екен. Енді бір 3 әнмен қайрайық. Оның енді біреуі Құнаннар болсын, біреуі ағамыздың тапсырысымен Айнамкөз болсын, сосын біреуі Тастемірдің Маңғыстауымен аяқтайық енді. Тұнау арқаға дейін аралап барып келдік қой, Маңғыстаумен осы концертті аяқтайық. Осы 3 ән, енді оған дейін де тапсырыстар келіп жатса орындайтын боламыз. Әзірге Құнаннар, Айнамкөз. Медетшілгелді атамыздың Құнаннарынан бастайық. Бір әнді сатып алдым ай Құнаннар ағаңа, берейін керек десең құмарларға ау. Ит дауыс бұрынғыдай ой аңқымайды ау. Жас жетіп қартайған соң амал бар маңау. Ұстағаным ай қуғарағы, дауысым саған не бұл сырғанам ай. Күлмейін ойнамаймын ай десем дағы, жастық шақ өтіп барып бір қарамай. Әнді сатып алдым ай Құнаннар ағаңа, беремін өз бәсін құмарларға ай. Басымнан жастық дәурен ай өтті кетті ай ой. Күн қайда енді қайтып бұлаңдарға ай. Ой, рахмет. Мынау толастайтын емес, бүгін бір емес 2 сағат концерт қоюға болатын сияқты ғой. Нұрым, сенің көрермендерің өте көп екен. Ассалаумағалейкум баршаңызға, Алла разы болсын дейді. Тоқтамыс Ораз Оңғалбайұлының әні заманымды салшы дейді. Досат атамыздың қос күреңін салсаңыз, жырдан айтсаңыз дейді. Ал бірінен соң бірі келіп жатыр. Жылойдан ыстық сәлем, Маңғаз Маңғыстауға рахмет сіздерге ағаларым дейді. Құлшанов 111, саған да үлкен рахмет. Елге Жылойға жалын сәлем. Айгүл Елшібаева жарайсың Нұрымжан дейді. Айгүл апамызға үлкен рахмет. Мен қазақпында Оспан Құлсымақовты кәдімгі финалға дейін апарып бас жүлде алып беруіне себеп болғаның үшін сізге маңғыстаулық жыршылардың, дәстүрлі әншілердің және көрермендердің, жыр сүйер көрермендердің атынан Айгүл Елшібаеваға үлкен рахмет және мынандай лайк басып қоямыз. Енді бірнеше ән сұрап жатыр, дегенмен Айнамкөз жаңа ағамыздың тапсырысы Айнамкөзді орындайық, содан кейін Маңғыстауды шырқайық. Сонымен біз қорытындылайтын шығармыз, өйткені 1 сағаттан өтіп бара жатырмыз. Енді мынау қазір карантиннің кезінде ең бірінші дәрігерлердің, одан кейін тәртіп сақшыларына үлкен рахмет айтамыз. Және солармен бірдей қызмет етіп жатқан мынау әкімдіктің қызметкерлері күні түні ұйықтамай бізге барлық тәртіпті үйретіп жатқан, барлығын әлеуметтік желілер арқылы хабарлап біздің ауырып қалмауымызды, біздің індетке шалдығып қалмауымызды қамтамасыз етіп жатқан әкімдіктің қызметкерлеріне және осы үйдегі карантиндегі көрерменге тегін
концерт қойып жатқан мәдениет саласының қызметкерлеріне үлкен ризашылық білдіреміз. Алла разы болсын, творчестволық табыс тілейміз. Ал Айнам көзді бір салып жібер, содан кейін Маңғыстау. Salmasam ayınam gözge en bolmaydı kimesem yıkay beşbet ayınam köz sen bolmaydı oynasan özün tengdes ayınam köz kim bolmaydı oynam köz sen ayınam köz bostayлагай ayınam köz sen eseme düşken şakta şımarlap kan kaynayday ayınam köz ön boydağay Ай бәрекелді, енді біздің қазақтың қай өңірінен ән сұраса да сол өңірдің тапсырысын орындап бердік деп ойлаймыз. Арқаны алдынан өттік, Жетісуға барып келдік, Ақжайық, Атырау, Кеңжілой, Бейнеу, Шетпе, Шайыр, енді барлығын тапсырысын орындадық ау деп ойлап отырмыз. Енді мынау Амандық Көмеков дейтін ағамыз айтады, кез келген дәстүрлі әнші бір 4-5 күй, 5-6 жыр білсе, кез келген жыршы 5-6 күй, 3-4 дәстүрлі әнді айта алса деген сияқты барлық саланда қамтамасыз етсе. Енді біз мына ютубтан Нұр Масхановты іздеп қалсақ, бір-екі терме айтып жатқаныңды, жыр-жырлай қойғаныңды білеміз. Енді жаңа Талғат ағамыз бар, тағы басқа аға апаларымыз жыр айтса екен деп жатыр. Есқали Сұпық айтқаны дегенді көріп жүрміз ютубтан. Одан кейін Абылдың әліппесін айтатынды білеміз. Енді шынымен де дәстүрлі әнші болу өте қиын ғой, бірақ дегенмен жыр айту дейтін де оңай шаруа емес. Сондықтан енді бір жыр орындап беріп барып, Маңғыстаумен аяқтайық осы концертімізді. Мен қашанғы жүйрігің салдырмай қамшы ұмтылған деп, енді осы қай сала болса да қамшы салдырмай ұмтылатын жүйріксің ғой. Сондықтан бір терме, Маңғыстаудың термелерінен, халық термелерінен, сырдан айтсаң да болады, енді өзің қарайсың. Нұрым атамыздың енді насихат сөзін орындап берейін.
ашаңғы жүйрігің тобы жүнде толғаған шыныменен де шырқасам бабамда қадырай қолдаған ай осылайша сөйлесем сөз қалам ауыртымнан көре алмағын біреулер сөз айтады екен ай сыртымнан қас жүйріктің белгісің ей туды да көріс ай жұлғынған айтулы жүйрік ай мен едім салдырмай қамшы ұмытылған айдай 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 ұсынсам қолым жетер ме қырмызы қызыл түлкідей қырдан да асқан ай заманға айтқан бір сөзім өтер ме ақылсыз туған жаманға қайыра қамшы сермеме сүйекке біткен шабанға екіде жақсы бас қосса бірінде бірі қиялмас екіде жаман бас қосса төсекке басы сиялмас ақылсыз туған жамандар ағайынға мал бітсе қызғаныштан көре алмас қас жаманнан ұл туса қатарымнан боздымдыр ей бұл күнде өзім ай болдымдер қас жаманға мал бітсе ебіменен жейдімдір ей мал біткенге мас болар ей жақынымен айғас болар байқамай босар ай шамасын ей сыйламайдың ей ағасын сыйламаса қой ағасын ей қайдан да білсін ай бұндайлар ей жақынмен жаттың ғой арасын дүния дегенің саралдың ей әркімдер аялдаған қабаты қалың ай қара жер ей талайда ердай жалмаған екіде достың ай арасын айырады екен ай оңбағын айдай 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 ай бәрекелді. Енді мынау абыл жырды ұранындай құлшар күйді құранындай жаттаған шежіресін тұмарындай сақтаған Маңғыстау деп Светқали атамыз айтқандай, енді осы Тастемірдің Маңғыстау деген әнімен жеті қайқымен осы концерт жабайық. Маңғыстауда ұйымдастырылып отырған концертті бүткіл қазақ даласына тарауына мүмкіндік беріп отырған Маңғыстау облыстық халық шығармашылық орталығы ғылыми әдістемелік кино және мәдени қызмет көрсету орталығының басшылығына және ұжымына үлкен рахмет айтамыз, және сол ұжымның атынан Нұрымжан, саған да рахмет айтамыз. Алдағы уақытта да творчестволық табыс тілейміз, және үлкен ойлаған армандарың, мақсат мұраттарың мына ұлттық брендтің, ұлттың домбырасын, ұлттың салт дәстүрін дәріптеуде алған ойлаған мақсаттарың орындала берсін. Рахмет. Тастемірдің әні Маңғыстау орындайтын Нұрым Асқан. жан сөйлемес ай бізден бұрын адайдан шауып шыққан нақау тұлпар едім ай ежелден естей қалған ескі
ескау жүрін ай ескау жүрін ай қырың биік айналып кет алмадым ай көзім қиып маңғыстау сені тастап ақау кеткеннен соң ай көзімнің жүре алмадым жасынды еп ай жасынды еп ай бәрекелді Нұрымжан, үлкен рахмет. Енді мынау әлеуметтік желі әлі де толастар емес. Қуанышева ДД жарайсың Нұрым бауырым, осылай шырқап биіктен көріне бер дейді. Егер танитын болып жатсаң жалынды сәлем жолдаймыз. Назар Сұлтанұлы Қадыр, пой бәрекелді рахмет Нұрым, әнші де ән де керемет дейді. Бейнеуге жалынды сәлем. Салтанат Тасболат қызы керемет дейді. Павлодар облысы Ақсу қаласынан Салтанат қарындасымыз дәстүрлі әнші, танисың ғой өзіңді, Арқаның өкілі сәлем айтып жатыр. Павлодардан көрермендер. Гүлжайна Дәурен қызы Шебірден шығып жатыр. Ой бәрекелді чап дейді. Ал Маңғыстау ауданынан жанкүйерлері. Айгүл Елшібаева апамыз бәрекелді мақамдағы отклонение не деген керемет дейді. Ал енді Айгүл апамыз таңғалдырып ән салып жатыр екенсің. Енді осындай керемет тілектермен, баталармен, ұсыныстармен бүгінгі концертімізді аяқтайық. Келгеніңе үлкен рахмет. Алла разы болсын. Осы ұлттық мәдениетте еткен еңбектерін еленіп, елге қызмет ете бер деген шын жүректен тілектестік білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен Маңғыстау облыстық ғылыми-әдістемелік кино және мәдени қызмет көрсету орталығы ұйымдастырған, Нұрым Асқановпен бірге ұйымдастырған онлайн концертіміз 1 сағаттың көлемінде аяқталды. Азды көпті көрерменнің көңілін көтеруге, қазақтың рухын көтеруге атсалыстық деп ойлаймыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қайда жүрсек те, әлемнің қай түкпірінде жүрсек те біз қазақпыз, сондықтан әр қазақ менің жалғызымда өмір сүрейік, жын жыпырды емес, жыр термені, дәстүрлі әнді дәріптейік. Келесі кездескенше.